және оқушылар 7-ші А сыныбы біздің республикалық физика математика мектебіне 7-ші сыныптан бастап мемлекеттік грантқа оқуға түскен балалар бар. Яғни 28 баланың қазіргі таңда 20-сы сырттан келіп тұрған бала. Өзіміздің бұрын 4-ші сыныптан оқып жүрген баламыз 8 бала екен бұрынғы қалған. Сондықтан сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Ал енді ары қарай бұл балаларға мен 5-ші сыныптан бастап сабақ беремін. Ал енді қазір сабақ барысында таныса жатамыз. Бүгін сіздерді білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бәріміздің осы РФМ-ға келгендегі басты мақсатымыз саналы, білімді ұрпақ болу. Яғни бүгінгі білім күнінің тақырыбы да саналы ұрпақ, жарқын болашақ. Яғни биылғы оқу жылы Ұлы Абайдың, Данышпан Абайдың, адамзаттың алыбы атанған, әлем мойындаған Абайдың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында басталғалы отыр. Яғни биылғы жылы біздің елбасы өзі атап кеткендей, және президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің балалар алғашқы президенті жұмысқа кіріскеннен кейін ең бірінші өзінің жұмысын Жидебайдағы, Семейдегі Жидебайдағы Абай мен Шәкәрім кесенесіне барып, тәу етіп содан бастады. Яғни сол күннен бастап Ұлы Абайдың туған күнін әлемдік деңгейде атап өту біздің елімізде жоспарлануда. Соның бір дәлелі кеше ғана Жидебайда өткен Абай оқуларында біздің мектептің 6-шы сынып оқушысы жүйріктен жүйрік озар жарысқанда номинациясы бойынша жүлделі 3-ші орынды иеленіп келді. Яғни физматта жүрсе де біздің өзіміздің тілімізді, тарихымызды дәріптеуге болады екен. Ал енді Абайдың мына жерде керемет өлеңдері тұр. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Яғни Шәкәрімнің өлеңдері адамдық борышын халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл дейді. Сонымен қатар Ұлы Абайдың 175 жылдығымен қатар биылғы жыл жастар жылы және кеше ғана осыдан 2 күн бұрын біздің ата заңымыз Конституциямыздың туған күні болды. Балалар, ендеше біздің қазақ халқында керемет сөз бар. Бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер дейді. Бұл деген ата-ананың тілегі. Бұл деген ата-ананың мүмкін кейбір жағдайда бала ата-ананың үмітін ақтамайтын да жағдай болады. Сол кезде мүмкін налып та айтқан реніші болуы мүмкін. Бірақ осы бір сөздің астарында керемет мән мағына жатыр. Яғни саналы бала. Әрбір адамның саналы баланың ата-анасы болғысы келеді. Саналы бала тәрбиелегенді жақсы көреді. Мысалға тағы да Ұлы Абайға біз келетін болсақ, Құнанбай қажы болғанын білеміз. Абайдың әкесінің Меккеге 1 жыл жүріп Меккеге барған кезінде Арафат тауының басында тілек тілейтін күн өтіп кеткен екен. Сонда ол 1 жылға қалып, келесі жылға сол жерде мешіт салдырып, сол 1 жыл күтіп келесі оразаны сол кезінде Алладан мынандай тілек тілепті: маған салихалы ұрпақ бер, саналы ұрпақ бер деген екен. Міне Құнанбайдың сол тілегінен өмірге Абай келген екен дейді балалар. Ендеше бәріміз біз үшін бағдаршам, әрбір қазақтың бойтұмары Абай болу керек. Абайдың әрбір сөзін біз жаттап өсуіміз керек. Біз санамызға сіңіріп өсуіміз керек. Ендеше естеріңізде болса балалар, біз 6-шы сыныпта өткенде Абайдың 7-ші қара сөзінде адам анадан туғанда қандай мінезбен туады дедік. Есімізге түсірейікші. Адам анадан туғанда 2 түрлі, екі түрлі мінезбен туады. Адам анадан туғанда. Біріншісі қандай бала еді? Ұйықтасам, ішсем, жесем деген бала туады дейді. Бұл не дейді? Тәннің құмарлығы, тән құмарлығы. Екіншісі білсем, көрсем, оқысам деген бала туады дейді. Ол жанның құмарлығынан туған бала деп айтады екен. Ендеше қазір балалар, алдарыңызда мен сіздерге тапсырма бердім. Қазір сіздер мына топ, мына жерде саналы ұрпақ дегенді қалай түсінесіз? Саналы ұрпақ. Осыған класте жасаңыздар. Сіздер жарқын болашақ дегенді қалай түсінеміз? Жарқын болашақ деген не? Адан кейін сіздер жаңаға айтқандай, мына жерде міне Абайдың қара сөзін бердімін. Жан құмарынан туған бала қандай бала, және сіздерге тән құмарынан туған бала ол қандай бала. Соны жаз. Сіздерге ол үшін 5 минут уақыт беремін. Әнекей, ортаға қос
білімді, әдепті, ақылды адамдар оқушылар. Саналы ұрпақ бұл қазіргі кездегі жас ұрпақ. Бұл қазіргі кездегі Кеш, балалар, тыңдаймыз. және біздің ата-аналарымыз осы жас ұрпаққа үлкен сенім артты болсын. Тағы да құжатыңыз бар ма? Болды, жақсы жарайды. Отыра қойыңдар. Жарқын болашақ ол Қазақстандағы әлеуметтік жоспарлар, туризм, спорт, салт дәстүрді сақтау, дұрыс. сонымен қатар экономиканың көтерілуі, қойған мақсаттарға жету, табиғатты қорғау. Жақсы, отыра қойыңыздар. Ұйқымен ғана айналысады. Жақсы, отыра қойыңыздар. жан құмармен туған бала оқымысы болып келеді. Оқымысы болып келеді. Жан құмармен туған бала, сол бала әрқашан басқалардан білімді болады. Басқалардан білімді болады. Жан құмармен туған бала оқымысты болады. Жақсы. Біздің идеалдарымыз, жаңа мен айтып кеттім, Абай біздің идеалымыз болу керек. Абай жас кезінен қазақ фольклорына қызығып өсті. Фольклор дегеніміз не? Ол біздің ертегілеріміз, ол біздің эпостық жырларымыз. Абай әже тәрбиесінде өсті, Шоқан әже тәрбиесінде өсті, Ыбырай ата тәрбиесінде өсті. Міне сонда қараңдар, біздің басқа халықта жоқ керемет бір ұрпақтар сабақтастығы, ол немеренің, баланың, ата мен әженің бір отбасында тұруы, ол біздің халықта ғана бар екен. Ендеше ата мен әже тәрбиелеген Абай, Ыбырай, Шоқан үшеуі де 3 алып болып саналады. Мысалға қарап отырсақ, Шоқанның бала кезінде әжесі оны үлкен таудың басына шығарып Шоқан деп жаздырады екен. Сонда күнде жаңағы таспен жазуды жазып, күнде соны қайтадан жинайды екен. Бұл нені білдіреді? Ол баланың биікке ұмтылғанын. 30-ақ жыл ғана ғұмырында Шоқан қаншама еңбектер қалдырып кетті. Содан ол кісілерден бері қарай балалар біз алаш ардақтыларын айтатын болсақ, Әлихан Бөкейханды біз білеміз бе балалар, иә? 6 сыныпта өттік біз әдебиетте Әлихан Бөкейханды. Әлихан Бөкейхан қандай бала болды? Алашорда үкіметінің төрағасы болған алғашқы. Қазір біз бір сәт экранға назар аударып, Әлихан Бөкейхан 12 жасында Қарқаралыға мектепке оқуға аттанатын кезде анасының керемет айтқан батасы бар. Соған біз назар аударайық. Міне 12 жастағы Әлихан Қарқаралыға балалар оқуға аттанып бара жатыр. Сіздер де қазір 12-13 жастасыздар. Сіздер де міне өз мектептеріңізден басқа мектепке келіп, зияткерлік мектепке келіп, сіздер де үлкен білім жолына түстіңіздер.
Әлихан Бөкейханға балалар анасы сапарым ұзақ болады және ол қиын болады деп ескертті. Ендеше осыдан бір ғасыр бұрын өмір сүрген Әлихан Бөкейхан балалар сол кездің өзінде 9 тіл білген, алғашқы ғылым докторы, қазақ даласында өскен, бүкіл өсімдіктің атын білген, орман шаруашылығы институтын бітірген, Ленинградта Сталинмен қатарлас оқыған, яғни үкімет басшысы деңгейіне көтерілген барлық біздің қазақтың зиялылары, яғни бір тудың астына біріктіріп, кезінде Алаш партиясын, Алашорда үкіметтің құрған керемет тұлға. Ендеше біз осындай тұлғалардың өмірін өзімізге үлгі етуіміз керек. Ендеше балалар, біздің мектебіміздің 45 жылдан артық тарихы бар екенін біз білеміз. Ең бірінші, біздің мектеп өзінің жаңағы іргетасын 1972 жылы 16 қазанда Алматы қаласында қалаған болатын. Бұл академик Жаутүктің идеясы бойынша бүкіл Қазақстандағы ауылды жерлерден бастап тек қана дарынды оқушыларды Алматы қаласына топтастырып, соларды оқытып, ұлттың элитасын қалыптастыру болатын. Сол Жаутүктің арманына ол кісі жетті. Бүгінгі таңдағы үкімет басындағы үлкен қызметтерде жүрген түлектер, адамдар біздің мектептің түлектері. Яғни, енді біздің мектептің ашылғанына балалар міне биыл 4-ші жылға аяқ басып жатырмыз, бірақ біз уже екі түлек шығардық осы мектептен. Ендеше қазір сіздерге осы мектептің түлектерінің сіздерге арнаған жолдауы бар, соны тыңдайық. Осы сіздерге бастапқыларың болсын. Еліміздің Қазақстанның патриоты болған, отанды сүйінді, өздері қызмет еткендерін орталықында. Сөздері бекуатына, сендерден нағыз қазақ, данышпан адам шығаратын еш күмән жоқ. Оқы және тағы болса. Бұл Жайнур Сенбек Сұлтан, біздің мектептің биылғы түлегі, Бағдәулетті қазір қайтқан. Республикалық физика-математика мектебінің алғашқы түлегі. Қазіргі кезде Назарбаев университетінің 2-ші курс студентінің мамандығын компьютер ғылымдары. Мектепте алған білімі мен олимпиадалардағы тәжірибе қазіргі студенттік өмірінде үлкен септігін тигізуде және де болашақта үлкен көмек жасайтынына сенімдімін. Саналы ұрпақ жақын болашақ демекші, сіздердің де болашақта елімізге елеулі халқымызда қалаулы ер азамат және азаматшалар болуларына сенімдімін. Сөзімді ұлы ақын Абай атамыздың өлең жолдарымен аяқтағым келіп отыр. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіне сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегін тексер. Балалар, Бағдәулет біздің мектепті алтын белгіге бітірген, қатыспаған олимпиадасы жоқ. Бүкіл дүние жүзінде қандай математиканың олимпиада бар, бәріне қатысып, қазір 2-ші курс студенті Назарбаев университетінің және әлі де олимпиадаға қатысып жүр. Біз білеміз ғой балалар, Бағдәулетті. Қазір енді сіздерге қазір тағы бір қыз бала осы мектептің түлегі. Сіздерді жақын болашақ бірге дәстүрге қалуға шақырамын. Жақын болашақ сіздерді саналы басшылық болуға. Ал саналы қауымды қалыптастыру үшін сіздеріңізге білімге деген құштарлық болса жеткілікті. Мен Досан Қызаяуым. Сіздердің табалдырығын тап отырған мектептің 2019 жылғы түлегімін. Жастайынан заманауи білім мен ұлттық құндылықтарға қатар сусындамын. Бала күнімде ән айттым, домбырада ойнадым. Шахмат, тоғызқұмалақ, футбол ойындарының облыстық деңгейде жарыстарға қатыстым. Ал бірінші сыныпта республикалық жиналған шахмат группасы зияткер ойынына шақыртып отыр. Математикаға деген қызығушылығым ерекше болғандықтан сіздер сияқты республикалық физика-математика мектебін таңдадым. Алайда өзімнің тарихымды, әдебиетімді, тілімді тереңірек танып білуге шешім қабылдадым. Соның нәтижесінде қазақ тілі пәнінен облыстық жарыс болашақ республикалық Назарбаев атындағы олимпиадаларға қатысып жүзеге асырды. Ал бүгінгі таңда Сүлеймен Демирел атындағы университеттің ақпараттық технологиялар факультетінің 1-ші курс студенті болып табыламын. Мен ешқашан өзімнің мектебіне бастатқан емеспін. Өз құндылықтарымды дәріптеуге, оны танып білуге, әрқашан құштармын. Өмірлік ұстанымыз болса, әркім өзін таныстырып, бір менің аты жөнім және менің мақсатым арманым деп айтып кетсін. Жақсы ма? Кімнен бастаймыз? Кәнеке, ал, бастаймыз, тоққа бастаймыз. Менің атым Гаухар. Мен осы мектепте
Армансыз адам қанатсыз құс дейді, жақсы, жарайды. Келесі бала, айта ғой. Менің атым Сейтенова Азия. Менің арманым үлкен биіктіктерге жету. Жақсы. Так, келесі бала. Біз бір-бірімізді демей отырайық, иә, бала кішкене? Менің атым Данияр, және мен осы жерге жақсы мектепті оқып, жақсы жұмысқа түсіп Келді, рахат, жақсы. Так, келесі, Әлжан. Менің атым Жатаев Әлжан, менің арманым Білімді болу, молодец, өте жақсы. Так, келесі. Менің атым Сапарбек Аспандияр. Иә. Иә. Мен білімді болу үшін. Мен білімді болу үшін келдім, жақсы. Аха. Менің атым Кристина Байдана. Менің арманым үлкен жетістіктерге жету. Жету, жақсы, өте жақсы. Так, екінші топ бастаймыз. Менің атым Дария. Менің арманым Канада университетінде, Ванкувер қаласында психологиялық факультетке түсу. Оның алдында мен осы Қазақстан Республикасында подработка етіп, мектеп психолога болғым келеді. Ой, молодец. Қандай күшті. Аха. Менің атым Тұрман Рүстем. Мен осы мектепті бітіріп, бай болып жақсы ұрпақ қалдырғым келеді. Ой, молодец. Вот ұрпақ. Менің атым Болат Санжар. Мен осы мектепке білімді тереңдету үшін и мектепті бітіріп әлемдегі басқа университеттерге түсу үшін. Келдің, иә? Жақсы, өте жақсы. Менің атым Ликер Дармен. Менің мақсатым Қазақстанның жағдайын дамыту. Жақсы, ой, молодец. Менің атым Ербекет. Мен бұл мектепте басынан бастап оқимын. Менің арманым ол басқа мемлекетке барып, IELTS-ты жазу. Жақсы. Менің атым Алан, менің арманым осы мектепте барлық балалармен достасу. Жақсы. Так, үшінші. Менің мақсатым математиканы жақсы біліп оқу. Жақсы. Менің атым Данияр, менің мақсатым Білмауы жақсы, ары қарай. Менің атым Аман Арыс, менің арманым сол терең білім. Терең білім алу, өте жақсы. Менің атым Нұркен, менің арманым осы мектепті жақсы бітіру. Жақсы бітіру, жақсы. Ары қарай. Менің атым Анарбек, менің арманым білімді болу. Білімді болу, жақсы. Келесі, Жансая. Арсен. Менің атым Арсен. Менің мақсатым мектепті бітіру. Балажар Жансая, менің басты мақсатым және арманым білімімді ұштап өз мемлекеттің мақтанышым болу. Менің атым Тимуран, менің арманым финансист болу. Финансист болу, жақсы. Мен Шаңғали Әлішер, мен Қазақстан Республикасына көмектесуге. Менің атым Дархан, мен жоқ, менде арман жоқ. Армасынан болмайды. Тағы, кім қалып қойды? Оларыңызды айтып жатырсыздар. Қуаныштымын, сол армансыз адам болмайды, балалар. Армансыз адам болмайды. 90-ға келіп, 100-ге келіп, қартайып отқан адамның да арманы болады екен. Арман деген ол адамға күш беретін, адамды алға жетелейтін бір керемет күш қой. Сондықтан балалар армандарың орындалсын деймін. Шахановтың керемет өлеңі бар. Үлкен адам болу үшін ғаламда үлкен арман керек адамға дейді. Сондықтан армандарың үлкен болсын деймін. Ал енді балалар, біздің зиялыларымыз, мысалы қарасаңыз, мына кісіні кім екенін білеміз бе? Кім бұл? Біздің алғашқы ғарышкеріміз. Аты кім? Тоқтар Әбубәкіров сіздерге айтады. Арманыңа жет дейді. Арман, сондықтан арман болу керек. Мына кісі кім? Бауыржан Момышұлы. Бұл кісі 25 жыл әскерде қызмет еткен, 25 жыл жазушы, бұл кісіні бүкілі таниды. Яғни қуатты бол дейді сіздерге. Мына кісі кім?
Әлкей Марғұлан, біздің тұңғыш археологымыз. Бұл кісі шабытыңды тап дейді. Мына кісі кім? Қаныш Сәтбаев. Бұл кісі жалықпай зерттеді дейді. Балалар, бұл кісінің негізгі мамандығы сот, судья болған. Бірақ ол 1 жыл судья болады да, қазаққа судьяның керек емес екен соттың. Қазаққа инженер керек. Тау-Кен институтына қайтадан түскен екен дейді міне бұл кісі. Ары қарай, және де бұл кісі Лондонда Англияның вице-министрімен кездесіп, сол кезінде бұл кісі ұзын, бой ұзын болған екен. Сонда ол сұрапты бұдан, сіздің қазақтар осындай биік па деген екен сіз сияқты. Менің халқым менен де биік деп айтқан екен бұл кісі. Міне балалар, мына кісі кім? Сұлтанмахмұт Торайғыров. Бұл 27 жыл ғана өмір сүрген. Ізденіп оқы дейді. Мұхтар Әуезов көп оқы дейді. Әлемнің әуезові дейміз. Шоқан зерделі бол дейді. Абай адам бол деп үндейді екен бізге. Ендеше балалар, осы сөздерді басшылыққа алып, үнемі есімізден шығармауымыз керек. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыз бітті балалар. Енді